Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді шығатын бауырдан жасалған котлеттің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге бауыр, пияз, картошка, сәбіз, жұмыртқа, сүт, ұн қажет болады. Енді бауырды, жұмыртқаны, ұнды салып блендердан өткізіп аламыз. Және қажет заттарымыздың барлығын блендердан өткізіп аламыз. Блендер болмаса ет тартқыштан өткізсеңіздер болады. Және картошка, сәбіз, пияз барлығын өткіздік және оны қосып үстіне сүт құямыз, тоз бұрышымызды сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай қоймалжың сұйықтық пайда болады. Енді қызып тұрған майға дөңгелек етіп бір ас қасықтан құйып отырып пісіреміз. Орташа жай отта пісіреміз. Асты қызарғанда екінші бетін аударып, келесі бетін пісіріп аламыз. Егер менің каналыма әлі күнге дейін тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Міне осылай қызаруы қажет. Осымен біздің бауырдан жасалған котлетіміз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Кәдеңізге жарасын, назарларыңызға рахмет, сіздермен болған Арайлым.